Бүгін қуанышты күн болып отыр. Алдарыңызда көріп тұрғандай менің суреті, күннің суреті. Көңілдеріңіз осы күндей, көңілдеріңіз гүлге толсын, көңілдеріңіз әсем күйге толсын, аңсаған армандарыңыз орындалып, келіп жеткен жаңа жыл баршаларыңызға құтты болсын. Енді менің сіздерді осы күнді ары қарай жарқырату мақсатында, күнді ары қарай көңіл күйімізді көтеру мақсатында осы күн арқылы бөліп келіп отыр. Ол күн қалай бөлеміз деген ой келген баршаларыңызға. Қазір барлығыңыз ұялы телефондарыңызды алып, жарығын жағып, маған келсеңіздер. Күнімізге сәуле бересіздер, астынан сәуле күніміз жанатын болады. Қайдан ашыңдар? Төрт. Кез келген аласыздар, күнімізді жарқыратасыз. Екінші столға барасыз. Қолдарыңызға қаламсақтарыңызды алыңыздар. Жұпқа бір қаламсақ, екі қаламсақ. Әр жұпқа екі қаламсақ. Сіз алдыңыз ба? Екеу болды. Енді жұп болып бір-бірлеріңізге қараңыздар да. Жұп болып. Мысалы, мен қазір Гүлзира әпкемізбен жұптастым, қараңыздар. Енді осы ручканы қолымызға алып, бір-бірімізге мынау сұқ саусағымыз арқылы тірейміз. Сұқ саусағымыз арқылы бір-бірімізге тірейміз. Қандай көрініс болу керек баршамызда? Көрдіңіздер ме? Қандай дайындалыңыздар баршаңыз? Осы қаламсақпен біз отырып тұруымыз керек. Сөйлесіздер. Бір, екі, үш. Тұрыңыздар. Бірді топтарыңызбен орындап бір, екі, үш. Отырамыз. Отырамыз. Отырамыз, отырамыз. Отырамыз, отырамыз. Отапке отырмадыңыз. Bir, iki, üç, қайтадан отырамыз. Қайтадан. Осы сәликетті ұжым болып орындаймыз. Ұжым болып орындаймыз. Жамал денсаулыққа да пайдалы. Топтық жұмыс және де жеке жұмыстар бар. Бізде қазір топтық жұмыс орындады, топтық жұмыс орындады және ұжым болып барлығымыз бірге. Енді әр топтан бір-екі ауыз сөз сіздерге. Қалай ойлайсыздар? Қай жұмыс сәтті шықты? Жұптық шығар. Жұптық. Екеу бара. Жұптық дұрыс сияқты Тез оңай болады. Шығармашылықтарымызбен бір нәрсе ойлап қалыңыздар. Іс жасаңыздар. Бір қағазбен ба? Бір қағазбен. Самолет?
Кеме. Критерий берген жоқпын. Мынадан бір нәрсені ойлап тап болмаса шығар, былай жаңағы бүкте деген сияқты критерий дескриптор ешнәрсе берген жоқпын. Жай ғана осы сөзімді практикамен ұластырайын. Барлығыңыз қазір мен айтқанды орындауға тырысыңыздар, жарай ма? Аш десем көздеріңізді ашыңыздар, жұм десем жұмыңыздар, жарай ма? Енді қараңыздар. Қазір осы айналада төңіректегі сары түсті затты еске барынша сақтап қалуға тырысыңыздаршы. Сары түсті затты. Жарай ма? Осы жерде ма? Иә, басқа жерде. Сіз есіміңіз? Сіз айналадан қандай сары түсті көрдіңіз? Сары түсті ма? Сіздің түс бөлігіңіз, сағаттың тілшігі, ана жерде жазулар, сол сағаттың қасындағы жазулар, стенадағы сары бояу, шторы, жалюзи. Біраз нәрсені көріпсіз. Сіздегі смайликтер сары. Гүлзира ханым, сізге келіп тұрып, сіз қандай сары түстерді көрдіңіз? Жалюзиді көрдім, әріптесінің кофтасын көрдім, қабырғадағы стендтегі сары. Жарайсыз. Ал енді көздеріңізді ашыңыздар. Осыны айтып бере аласыздар ма? Құлағыма шын салып. Енді бір-бірлеріңіздің жұмыстарыңызға қараңыздар, қолдарыңызды көрсетіп, қолдарыңызға көрсетсеңіздер, жұмыстарыңыз бір-бірлеріңізге көрінеді. Құрметті әріптестер, міне 5 минутта қандай шеберлікпен адамды құрап қолмен, қандай қиындықпен орындап шықтыңыздар, иә? Қандай керемет. Осыған сізде қолғастыр. Жұмысыңыз керек. Ұсын деді. Сізде маған осы сабағыма кері байланысты сөйлесеңіздер. Бірінші кері байланыс бутерброд деп аталады, екінші кері байланысы шахмат тақтасы. Маған да бүйт. Ол әртүрлі.